Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен бүгін сіздерге Pixart приложениясынан өзіңіз таңдаған және өзіңізге ұнаған шрифт түрлерін жүктеуді үйрететін боламын. Өйткені көптеген сұрақтар Pixart приложениясындағы шрифттер аз және ол қазақ әріптерін оқымайды дейді. Сондықтан біздің Telegram каналымызда 45-ке жуық түрлі форматтағы шрифт түрлері бар және бұлардың барлығы қазақ әріптерін оқиды. Егер де бұл Telegram каналды алғыңыз келсе, маған WhatsApp-қа жазсаңыз болады. Міне, көріп тұрғаныңыздай біздің каналда көптеген шрифт түрлері бар. Сіз осы барлығымен жұмыс жасауыңызға болады. Мысалғы, осының ішінде өзіңіз ұнатқан шрифтті қалай жүктейміз? Кез келген шрифтті таңдап аламыз. Мысалғы, дейік, міне спортс деген мына бір шрифтті қалай жүктейміз? Астында, осы шрифттің астында дайын файл түрі бар. Көріп тұрғаныңыздай спортс world деп тұр, және үстіңгі жағында 3 нүкте тұр. 3 нүктені басқан кезде сохранить в загрузке дейміз. Яғни бұл біздің шрифт загрузки файлында тұр. Менде Oppo телефоны болғандықтан менде диспетчер файлов дейді. Соның ішіне кірген кезде үстіңгі жағында бұл шрифт файл түрінде тұр. Оның үстіне басып тұрамыз. Астында бірнеше кнопка шығады: отправить, скопировать және переместить. Біз переместить дегенді басып, бұл шрифтті Pixart папкасіне көшіруіміз керек. Міне, көріп тұрсыз, Pixart, соның ішінде Fonts деген папканы ашып, переместить сюда дейсіз. Яғни біздің шрифт Pixartқа көшірілді деген сөз. Енді тексеріп көрейік. Pixart приложениясына кіреміз. Және де бір айтып кететін жағдай: Play Market'тен Pixart'ты тегін жүктей аласыз, алайда новый версиясын жүктемесеңіз, жаңағы шрифттеріңіз старый версияға жазылмайды. Pixart приложениясына кірдік. Әрі қарай өзімізге керек файлды таңдап аламыз. Және де бұған жазу жазамыз. Ол үшін текст дегенді басамыз да, мысалғы, қазақша әріптері бар. 1 маусым балалар күні деп жазып көрейік. Үстіңгі галочканы басамыз, кез келген жерге орналастырамыз. Айналасындағы, 4 бұрыштың айналасындағы X стрелка дөңгелекті басу арқылы оның пішінін, орналасу жерін таңдай аласыз. Және де әрі қарай міне шрифті дегенді басамыз да, үстіңге қарап тұрған қызыл шрифт стрелканы басқанда, бұл поискта тек қана Pixart'тың шрифттары, бұның ішіндегі көп шрифттар қазақ әрпін оқымайды. Сондықтан астындағы my шрифтіні басқан кезде жаңағы жазып алған Sports World деген біздің шрифтіміз сақтаулы тұр екен. Соның үстінен басамыз. Міне, бұл осындай болып шрифт өзгереді. Сіз өз қалауыңызша оны түсін өзгертесіз, обводкасын өзгерте аласыз. Сөйтіп, өзіңіз қалағанша оны әрлейсіз. Немесе басқа жаңағы да шрифттерді жазу арқылы өзгерте аласыз. Міне, осылай әдемі қылып шрифтті сақтай қоясыз. Егер мен манағы айтып кеткен Telegram каналымдағы чатқа қосылу үшін маған WhatsApp-қа жазсаңыз болады.